Бүгін мамам сөйлеспейді. Мамам бүгін ешкіммен сөйлемейтін күні. Бүгін мамамда жексенбі күні. Болды. Тып-тыныш өзіңізбен өзіңіз үйдің тірлігін жасаймыз. Бір сұрақ қойды ма? Дейсіз. Сөйлемейміз. Өзіңізбен өзіңіз тып-тыныш үйде тынышталамыз. Соткының бәрін өшіреміз. Сізді білу керек достарыңызда. Ай, Күләшқа звондағанмен толық жоқ. Бүгін ода воскресенье не телефон сөндірулі. Міне, тәртіп деген осы. Бүкіл кәсіпкерлер де жетістікке жеткен адамдардың бәрі осы тәртіп арқылы не жетістіктеріне жеткен. Осы хотя бы сенбі мен жексенбіні тәртіпке алайықшы, қалған күндер жөнделеді сосын. Я, аскеза деген осы. Сонда не істейміз? Сенбіні балаларға арнаймыз, қыдырамыз, үйді де жинамаймыз. Былайша біздерге кешеде айтып жатырмын қыздарға, сабақ берген кезде бізге сенбіні өзіңе арна дейді. Ол күні жұмыс жасауға болмайды дейді. Ауыр жұмыс жасауға. Біз керісінше сенбіде ауыр жұмысын бәрін жасайды, кірлерін жуады, воскресенье демалады. Жоқ, керісінше болу керек екен. Бір нәрсені ауыстырамыз. Енді 5-ші күн үлгіргенше жұмада бәрін жасауға тырысамыз, сенбіде демаламыз. Балалармен серуендейміз, ұйықтаймыз, балалардың керек жарақтарын алып береміз. Содан кейін уже жексенбі келген кезде бірыңғай тірлік жасаймыз, бірақ үнсіздікпен. Сырласу. Құдай, мен өйстіп жатырмын. Кеше біреумен сөйлесіп, сөзге келіп қалып едім. Өзіңмен, ішіңізбен. Сондай болып қалды. Енді ренжімейсіз ғой, мен де сенің пендеңмін. Артық кетіп қалдым ба? Ренжімесінші, айтшы. Ренжімесін, Алла, не істейін? Сол үшін мен бүгін үнсіздікте жүрмін. Осыны аскеза ұстап тұрмын. Құрбандық шалу деген осы ғой. Не обязательно оған мал шалу, қыздар. Нәпсінің бір нәрсесін жеңу ғой. Ораза да сондай. Мысалы, мен құрбандық шалатын ақшам жоқ дейді кейбіреулер. Енді сусыз бір нәпсінің күшейген дүниесін алып тасташы, мысалы. Сол уже құрбандық шалғанмен бірдей. Мысалы, сіз көп сөйлейсіз ба? Сол бір күн сөйлеме. Міне құрбандық шалдыңыз. Түсінікті батыр ма? Потому что сөйлеу ол тоже нәпсінікі. Он болтливый же, сөйлегісі келе береді. Бос сөз, пәтуасыз сөздер. Сол бүгін, мысалы, мен бүгін құрбандық шалдым, сөйлемеймін. Сол үшін балаларыңызға да айтып қоясыздар, мені әңгімеге тартпаңдар, мен бүгін өзімен өзім соткын сөндірем, тынышталам. Түсінікті ғой? Сол үшін аузымызды жабамыз. 9 күнәнің, 10-ның 9 күнәсі ауыздан екен, тілден. Кешеде айтып жатырмын. Бәр жерге 2 қақпа берді, тілге неше қақпа берген? 4 қақпа берген. 2 иек, 2 тіл. Сол үшін 4 қақпамызды жабамыз жұма күні. Сол, ал. Мен анау басқа ат кимей, тек Күләш деген аттар келе берді. Күлкім келеді кезінде Күләштің ана бір несін көретін едім. Күләш деп ана бір Шымкенттің нелері бар еді, жаңағы шоулары. Сол кезде Күләш айтады ғой. Содан есімде қалып қойған ғой. Сол Күләш айтсам күлкім келеді өзім. Бірақ енді Күләш ханымдар ренжімеңіздер. Бұл сіздерге бір жаңағы жақсы көрмегендіктен айтып айтқан жоқпын. Просто маған сол ат ұнайды өзіме. Сол. Ал. Сол үшін балаларға аптасына бір уақыт бөлеміз, серуендейміз, соткілердің чехолын алып береміз, ойнаймыз, мороженое жейміз. Сонда бүйтеді ғой, қарасаңыздар, өздеріңіз таңғалыңыздар. Балаларын алып шығасыз ғой. Басқа ешкім қалған 5-еу үйде қалады. Мысалы, 5 балаңыз, 6 балаңыз болса, үйге келеді, ана бала мақтанады ғой. Бүгін мама, мен мой день болды ғой. Мама да маған мой денді арнады ғой. Мен мама екеуміз мороженое жедік қой. Байқайсыздар ма? Сөйтіп айтады балаларыңыз. Егер үңілсеңіздер, бүгін менде ең бақытты күн, мен мамамен жүрдім ғой. Біз соған мән бермейміз ғой, қыздар, жігіттер. Сол мой день деген күн көп болсын сіздерді. Ал қайырлы түн, аман болыңыздар. Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Жүрегім сіздер үшін әрдайым дайын қызмет етуге. Жаңағы өмірлеріңіз ұзақ болсын, көзі көрген балаларыңыздың қызығын көріңіздер, ауырмаңыздар. Әрдайым батамды айтамын, жақсы ата болыңыздар, жақсы кейуана болыңыздар. Жаңағы адамның құлағына кіретін бір сөз бар ғой, ер азамат білім алса, не болады дейді, қазынаға айналады дейді, білім алмаса шал болады жай ғана дейді. Әйел адам білім алса кейуана болады дейді, білім алмаса жай ғана кемпір болып қалады дейді. Сол үшін кейуана болайық, қазыналы шал болайық, елімізді көтерейік, балаларымызбен жұмыс жасайық, балаларымыз ертең біз үшін, ана, әже, ата, сіздер үшін мың алғыс. Осындай білімді тастап кеткен әкелеріме, аналарыма мың алғыс дейтін, сондай разылығына бөленіп жүре берейік. Ал сау саламатта болыңыздар, аман болыңыздар.